Бәріне сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге базарда қымбат тұратын қызыл ірімшікті үйде дайындауды көрсетемін. Алдымен каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Құрамы қарапайым, жасалуы оңай, екі заттан тұратын ірімшікті менімен бірге жасаңыздар. Алдымен ыдысымызға сүтімізді құямыз. Мен бұл жерде 2 литр сүтке дайындайын деп жатырмын, ал сіздер өз қалауларыңыз бойынша 3-4 немесе 5-6 литрға дейін жасауларыңызға болады. Сүт пісіп көтерілемін дегенше бір бокалға осылай айранды құйып дайындап алдым. Ендігі кезекте қайнап келе жатқан сүтті бір қозғап жіберіп, дайын айранымызды құйып жібереміз. Бізде дәл осындай көрініс пайда болады. Осы кезде араластырмаймыз. Дәл осылай сары суы шығуы керек. Және де оттың астын төмендетуді ұмытпаңыздар. Осы бағытпен 4-5 сағат пісіреміз. Түбі жабысып қалмас үшін осылай қозғап тұрдым. Енді қоңыр қызыл түске боялған кезде үстіне қант қосып жарты сағат қайнатамыз. Қант барлық жеріне сіңсін деп осылай араластырып тұрдым. Дайын болған ірімшікті сүзіп алатын боламыз. Асты шұңқыр ыдысқа сүзгіні қойдым, яғни сүзген кезде судың бәрі төмен ағуы керек. Одан кейін дәкені қойып, дәкенің үстіне қызыл ірімшіктерді қойдым. Барлығын осылай жайластырып болғаннан кейін дәкенің бетін жауып, тағы да астындағы суын ыдысымызға құйып жібереміз. Дайын болған ірімшіктің үстіне тарелканы қойып, 1 литр суды қойып қойдым. Таңға дейін осылай тұрады. Осымен біздің қызыл ірімшігіміз дайын. Көрінісі өте әдемі, дәмі де керемет және де формасын жақсы ұстаған. Достар, видео пайдалы болды деген сенімдемін. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар және де өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Сау болыңыздар.